Сәлематсыздар ма оқушылар? Математика сабағы. Бүгінгі сабақтың тақырыбы өзіңді тексер. Бүгінгі сабақта есептерді талдайсың, шығарасың. Кері есептер құрастыра аласың. Тура және жанама сұрақтармен берілген есептерді ажыратуды үйренесің. Бірінші тапсырмаға қарайық. Білу. Есепті шығар. Жарысқа әр топта 6 адамнан 3 ұлдар тобы және 9 қыз келді. Жарысқа барлығы неше бала келді? Енді төмендегі сызбаны толтырайық қанекей. Сонымен жарысқа әр топта 6 адамнан 3 ұлдар тобы. Яғни ұлдар неше адамнан? 6-дан неше топ? 3 топ. Және 9 қыз келді. Ендеше қыздар неше екен? 9. Енді бізде нені табу керек? Барлығы. Жарысқа барлығы неше бала келгенін шешуі. 6-дан 3 топ дегеннен кейін 6-ны 3-ке көбейтеміз. Және 9 қыз деген соң бұл жерде қосу 9 дейміз. 6-ны 3-ке көбейтеміз 18. 18-ге 9-ды қосамыз 27. Жауабы барлығы 27 бала келді. Екінші тапсырмаға қарайық. Түсіну. Енді жаңағы есепке, кері есепке сәйкес сұлба таңдап, оны шығар. Яғни қай сұлбаны таңдайсыздар, соған байланысты шығарасыздар. Енді мен бұл жерде сіздермен екінші сызбаны алғым деп отырмын. Мынау сызбаны алғым деп отыр. Ендеше осыған сәйкес есеп шығарсақ қанекей шығарайық. Сонымен ұлдар нешеу? 6-дан 3 топ. Қыздар белгісіз бұл жерде. Бірақ барлығы неше екен? 27. Ендеше шешуін табайық. Шешуі. 27 ол барлығы ғой. Азайту. Енді ұлдарды азайтамыз. Ұлдар бізде 6-дан 3 топ. Ендеше 6 көбейту 3 деместен болады. 6-ны 3-ке көбейтеміз 18. 27-ден 18-ді азайтамыз. Тен болады 9. Жауабы 9 қыз бала келді. Келесі үшінші тапсырма бұл қолдану. Есептердің шешуін тап. Яғни сөз есепті оқимын, соған сәйкес төмендегі өрнекті таңдаймыз. Санжардың 9 қарындашы бар. Ал Ләззаттың қарындашы оған қарағанда 3 есе артық. Оларда барлығы неше қарындаш бар? Енді қарасақ, бізде 3 есе артық деп тұр, я? 9-ға 3-ті көбейтеміз. Енді бізге барлығын табу керек. Ендеше оған нені қосамыз? Санжардың 9 қарындашын. 9 көбейту 3, қосу 9 дейміз. Яғни мынау екінші өрнек бізге келеді екен. Келесі. Санжардың 9 қарындашы бар. Бұл Ләззаттың қарындашына қарағанда 3 есе артық. Оларда барлығы неше қарындаш бар? Яғни 3 есе артық оған қарағанда деп тұрынше 9-дің 3-ке бөліндісі. Ал Санжарда неше қарындаш бар екен? Онда яғни Ләззаттың қарындашы бізде 3 есе артық. Ләззаттың қарындашына қарағанда 3 есе артық депті. 9 3-ке бөлеміз 3, ол бізде Ләззаттың қарындашы. Ал Санжардікі бізде 9. Ендеше оған 9 бөлу 3, қосу 9. 4-ші өрнек сәйкес келеді. Соңғысын қарайық. Санжардың 9 қарындашы бар. Бұл Ләззаттың қарындашына қарағанда 3 есе кем. Санжардың қарындашына қарағанда Ләззаттың қарындашының нешеуі артық деді. Енді бірінші табайық. Яғни 9-ды 3-ке көбейтеміз 27, я? Енді Санжардың қарындашына қарағанда Ләззаттың қарындашы нешеу артық? Ендеше 9 көбейту 3, азайту 9. Яғни бірінші өрнек келеді екен. Келесі тапсырманы қарайық. Төртінші тапсырма талдау.
Есепті оқы. Үстелде 30 қызыл текше және одан 5 есе кем жасыл текше жатыр. Оларды әр қорапқа 6 текшеден бөліп алу керек. Бөліп салу керек. Есептеуді орындай отырып, сен нені біле аласың? Яғни, бірнеше амалмен шығаруға болады. Яғни, құрама есептер деп аталады бұл есептер, иә балалар? Бірінші қарап, үстелде 30 қызыл текше және одан 5 есе кем жасыл текше жатыр. Ендеше жасыл текшені табамыз. Оны 30-ның 5-ке бөлінісі. Оларды әр қорапқа 6 текшеден бөлу керек. Ендеше бөлеміз 6-ға. Яғни неше амалмен шығарамыз? 2 амалмен. Ол бізде құрама есеп. Сонымен осы есепке сәйкес қай өрнек келеді? Міне мына өрнек сәйкес келеді. Яғни 30-ды 5-ке бөлеміз. Есекем деп тұр ғой. Ендеше бізде неше болады? 6. Ол бізде жасыл текше. Енді сол текшені, яғни 6 текшеден бөліп салу керек. Түсіндіңіздер ме? Сонда бөлеміз 6-ға. Келесі тапсырма. Сұлба және санды мәліметтер бойынша есеп құрастыр. Қарап, 8 алма 3 есе артық. Енді қарап. Сонымен алма бізде неше? 8 деп тұр. Енді екіншіге біз алмұртты алайық. Алмұрт не дейді бізде? 3 есе артық дейді. Неше? 3 есе артық. Енді бізге нені табу керек? Алмұрттың қанша екенін және барлығын табу керекпіз. Кәнеке көрейік. Шешуінде 8-ді 3-ке көбейтеміз, тең болады 24. Бұл бізде бар, яғни алмұрттың саны 24. Енді барлығын табу керекпіз. Алма 8, алмұрт 24. 8 қосу 24. Тең болады 32. Жауабы барлығы 32 жеміс. Соңғы есепке, яғни қарайық, бағалау. Есептің шешуінің дұрыстығын тексер. Дұрыс шешуі мен жауабын жаз. Себетте 15 алма. Және алмадан 5 есе кем алмұрт бар. Алмұрт алмаға қарағанда неше есе кем? Сонымен, себетте 15 алма және алмадан 5 есе кем алмұрт бар. Сонымен алмұртты табайық. 5 есе кем дегесін 15-ті 5-ке бөлеміз. Тең болады 3. 3 ол бізде алмұрт. Енді сұраққа қарайық. Алмұрт алмаға қарағанда неше есе кем? Яғни бізде алма 15, алмұрт 3. Ендеше не істейміз? 15-ті 3-ке бөлеміз. Ендеше бізде мынау екінші амал дұрыс емес. Енді қарайық. Екінші 15-ті 3-ке бөлеміз, тең болады 5. Сонда жауабы алмұрт алмаға қарағанда 5 есе кем. Осымен оқушылар, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.